Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің жаратылыстану сабағында дыбыстар қандай болады деген тақырыпты ашайық. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты дыбыс қаттылығы бойынша дыбыс көздерін жіктеу. Екінші, қоршаған әлем құбылыстары үрдістері мен нысандарын зерделеуге қажет жағдайларды және зерттеушінің тұлғалық қасиеттерін анықтау. Бүгінгі сабақта не білетін боласың? Дыбыс түрлерін білесің, қатты және басең дыбыстарды ажыратып үйренесің. Жақсы, олай болса оқулығымызды ашайық. Мына суретте не көріп тұрмыз? Стадион. Онда не болып жатыр? Футбол болып жатыр. Ал қандай дыбыстар шығып жатыр? Төреші ысқырып жатыр, балалар доп ойнап жатыр, қыздар билеп жатыр, музыка ойналып жатыр. Көрермендер өздерінің қолдаушыларына қолдау көрсетіп шулап жатыр, Ал сен қалай ойлайсың? Осы дыбыстардың барлығы бәсең бе, жоқ ма? Қатты, дұрыс айтасыңдар. Сонда стадион қандай дыбыс көзіне жатады? Жасанды ма, жоқ табиғи ма? Жасанды дыбыс көзіне жатады. Себебі оның барлығын адамдар жасап жатыр. Жалпы дыбыс көздері оқушылар екіге бөлінеді. Жасанды және табиғи. Жасанды дегеніміз адам өз қолымен жасап, яғни дыбыс көздерін шығарады. Мысалы, музыканың ойнауы, мінекей, төрешінің ысқырығы, адамдардың шулауы, осының барлығы жасанды дыбыс көздеріне жатады. Олай болса, мұнда қарайықшы. Оқиық. Стадион, адам көп жүретін көше қиылыстары мен би алаңдары сияқты орындардан қатты дыбыстарды естуге болады. Ал театр, аурухана, кітапханада бәсең дыбыстар естіледі, дұрыс айтасыңдар. Жақсы, оқушылар, мына суретке қарайық. Өмір қандай көңілсіз, дауыстарсыз, дыбыссыз, әнсіз, күйсіз, шуылсыз, айналамыз сұрықсыз. Әр дыбыстың мәні бар, мәнін тауып ұғып ал дейді. Оқушылар, сонда егер дауыс, дыбыс, ән, күй болмаса, біздің айналамыз көңілсіз болады екен. Әр дыбыстың өзінің бір мәні бар екен. Ал енді қарап көрейік. Мына жерде міне балалар музыкалық, яғни шығарма тартып жатыр, Қалай ойлайсыңдар? Бұл қандай дыбыс? Қатты ма, жоқ бәсең бе? Қатты. Ал қай дыбыс көзіне жатады? Жасанды ма, табиғи ме? Жасанды. Ал жақсы, мына жерде құсты көріп тұрмыз. Құстың шиқылы. Қалай ойлайсыңдар? Бәсең бе, жоқ қатты ма? Бәсең. Ал ол қай дыбыс көзіне жатады? Табиғи ма, жасанды ма? Табиғи. Мына жерде аңдар бар. Аңдардың қараңыздар. Бұл қай дыбыс көзіне жатады? Жасанды ма, жоқ әлде табиғи? Табиғи, дұрыс айтасыңдар. Табиғи дауыс көзіне жатады. Мына бала телефонмен сөйлесіп келе жатыр. Бұл жасанды, табиғи. Жасанды дыбыс көздеріне жатады. Дұрыс айтасыңдар. Дыбыстар қалай таралады? Ауа арқылы таралады. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса ары қарай кеттік. Бүгін міне ары қарай енді 79-шы бетте сендерде мынандай тапсырма бар екен. Табиғатта суретке назар аудар. Балалар қайда жүр? Табиғатта жүр. Бұл жерде қандай дыбыстарды естуге болады? Құстардың шиқылы, яғни судың сылдыры, бұлақтың, көбелектің, инеліктің дауыстары, гүлге қонған дауыстарын естуге болады. Шегірткенің шырылын естуге болады. Жапырақтың сылдырын естуге болады. Осының барлығы балалар қандай дыбыс шығарып тұр? Бәсең бе, қатты ма? Бәсең дыбыс шығарып тұр. Ал қандай табиғи көзіне жатады? Жасанды ма, жоқ табиғи дыбыс көзіне ме? Табиғи дыбыс көзіне жатады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болса есімізге сақтайық. Дыбыстар қатты және бәсең болады. Ал енді мұнда қарайықшы. Сен білесің бе? Алматы облысындағы Алтын Емел ұлттық табиғи саябағында әнші құм бар дейді.
ол әнші құм. Құм самал желдің әсерінен сырғып, қозғалған кезде сырнайдың үніне ұқсас әуен шығарады. Яғни сырнайға ұқсаса, ол қандай дауыс шығарғаны? Яғни бәсең дыбыс шығарғаны. Ал қатты жел соқса дейді, ұшақтың дыбысына ұқсас гүріл естіледі. Бұл сонда қандай дыбыс шығарғаны? Қатты дыбыс шығарғаны. Сондықтан оны әнші құм деп атап кеткен. Мінекей Алматы облысында Алтын Емел деген ұлттық табиғи саябағында әнші құм деген мінекей осындай әдемі құмымыз бар екен. Өзінің табиғи дауысы, яғни қандай дыбыс көзіне жатады дегенде, табиғи деп айтуымыз керек. Табиғи дыбыс көзіне жатады. Жақсы, олай болса, мына тапсырмаға қарайық. Оқушылар, мына жерде қатты дыбыс және бәсең дыбыс деп жазылған. Қалай ойлайсыңдар, мына жерде көрсетілген сөздерді біз апаруымыз керек. Жапырақтың сыбдыры қайсысына жатады? Бәсең, дұрыс айтасыңдар. Ал сағаттың дыбысы? Бәсең. Ұшақтың гүрілі қалай ойлайсыңдар? Қатты. Ары қарай аттың шабысы? Қатты. Ары қарай судың сылдыры? Бәсең. Пойыздың дауысы? Қатты. Жарайсыңдар оқушылар. Жапырақтың сыбдыры бұл қай табиғи көзге жатады? Қай дыбыс көзіне жатады? Табиғи. Ал сағаттың дыбысы? Жасанды. Ұшақтың гүрілі? Жасанды. Аттың шабысы? Табиғи. Судың сылдыры? Табиғи. Пойыздың дауысы? Жасанды дыбыс көзіне жатады. Жарайсыңдар оқушылар, олай болса үй жұмысы. Үйге дәптеріміздегі тапсырмаларды орындаймыз. Орындап болғаннан кейін маған жіберуді ұмытпаңыздар. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.